Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін лағман қамырының қыр-сырымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар қыздар. Және де менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Лағманның қамырына бізге 3 ағзат қажет болады. Ол жылы су, тұз және ұн қажет болады. Ең алдымен жылы суымыз бен тұзымызды араластырып алып, ұнымызға құйып, осындай қатты қамыр илейтін боламыз. Қыздар, лағманның қамырының құпиясы ол ие қануында. Ие қанған қамыр өте жақсы созылатын болады. Осындай салафан мешочекке саламыз. 15 минуттан кейін қайтадан қамырымызды алып, осылай иін қандыратын боламыз. Бәрін қосқанда жарты 1 сағаттай тұру керек қамырымыз ие қанып. Енді тарелкамызды майлаймыз, столымызды майлаймыз, ие қанған қамырымызды алып, осылай жаямыз видеодағыдай. Сөйтіп, оны бөлшектерге бөлетін боламыз. Міндетті түрде қыздар лағманның осы қамырын салафан мешочекпен жауып қоямыз, біртіндеп жаятын боламыз. Егер де бетін жаппасаңыздар, сіздерде қамырларыңыз үзілгіш болып келеді. Сондықтан қыздар бетін міндетті түрде жаятын боламыз. Енді бір қамырымызды алып, осындай көлемі 1 сантиметрдей етіп жайып алатын боламыз. Бұл қамырымызды тарелканың ортасына осындай спираль етіп жинаймыз. Міндетті түрде бетін майлаймыз. Екінші қамырымызды бірінші қамырымызға осылай біріктіріп, оны да осындай спираль етіп орналастырып, оның бетін міндетті майлаймыз. Әрбір қамырды істеп болған сайын, оның бетін майлауды қыздар ұмытпаңыздар. Лағманның қамыры жалпы майды жақсы көреді. Енді бірінші слой бітті, екінші слойды осы қамырдың үстіне қоя береміз. Ешқандай да жабыспайды қыздар. Бетін міндетті түрде майлаймыз. Бұл қамырды сіздер холодильникте де сақтасаңыздар болады. Жаярдан алдын 2 сағат алдын алып қойып, жайып пісіре берсеңіздер болады жалпы. Және де осы қамырларды жасап, сіздер сатсаңыздар да болады магазиндерге. Міндетті түрде бетін салафан мешочекке жауып, осылай демалдыратын боламыз су қайнағанша. Мінеки біздің қамырымыз ие қанды, 15-20 минуттай тұрды. Енді осылай созатын боламыз. Қамырымыз өте жеңіл созылады. Қолмен ақ осылай соза береміз. Ұшын міндетті түрде осылай шығарып қоямыз, жоғалтып алмас үшін. Лағманның қамырын сосын 2-3-ден пісіретін боламыз қыздар. 2 ұшын алып, осылай видеодағыдай 2 қолымызға жинап, столға жақсылап ұратын боламыз. Сол кезде ол ұзын болып созылатын болады, жіңішке болып. Мінеки бізде дайын болды қамырымыз. Енді қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, қайнаған суға жаңағы қамырларымызды пісіреміз. Сосын қыздар міндетті түрде осы 2-3 қамырдан ғана пісіреміз. Қамырды алдын ала жайып қоюдың қажеті жоқ. Осылай осы қамыр піскенше сіз қалған 2-3 қамырыңызды дайындап қоя бересіздер. Міне енді қайнағаннан кейін 1-2 минуттай пісіреміз де осылай сүзіп аламыз. Оны шұңғылда отқа салып, барлық суы сорығанша қойып қоятын боламыз. Кейіннен 1 минуттан кейін қамырымызды осындай таза ыдысқа салып, оның бетін майлайтын боламыз. Міндетті түрде әр піскен қамырдың бетін майлаймыз қыздар. Мінеки бізде дайын болды. Енді өз подливыңызды қойып бере берсеңіздер болады. Ас болсын қыздар.